Dostlar, bir сәт ойланайық. Таңертең шаршаңқы оянасыз ба? Түстен кейін ұйқы қыса ма? Тәттіге тоқтаусыз әуестік, қарынның шығуы, ойдың тұмандануын байқайсыз ба? Бұл жай шаршау емес, инсулин резистенттіліктің белгілері болуы мүмкін. Өткізіп алмау үшін ең жиі кездесетін 26 симптомды қысқа әрі түсінікті айтып шығамын. Сізбен бірге доктор Берік, қазақша түсіндіретін денсаулық кеңесшісі. Бүгін біз маңызды тақырыпты бірге талдаймыз. Инсулин резистенттілік. Жасушалар инсулинді тыңдамай бастағанда пайда болатын жағдай. Уақытында түземесек, преддиабет пен екінші типті диабетке жол ашады. Төмендегі белгілердің бірнешеуі өзіңізде бар болса, дәрігерге қаралып, талдау тапсыруға себеп болады. 1. Кешкісін ашығу, жиі ас арасында тіс басарлар. 2. Тәттіге тоқтаусыз әуестік. 3. Тамақтан кейін ұйқышылдық, әлсіреу. 4. Тою